Андатыр бөрік. Авторы Төлен Әбдікұлы. Андатыр бөрікті өзінің басынан көру Зағипаның арманы еді. Қоңыр қошқыл мамықтығын толқындатып, шіркін далаға шықсам дейтін. Бірақ қошқыл түсті андатыр бөрікті қолға түсіру оңай емес. Не өзі таптырмайды, тапсаң бағасы удай. Түн болса әлгі неме Зағипаның түсінен кетпейді. Оянса, түк те жоқ. Бәз баяғы тозуға айналған бөкебайын басына орап, көңілі құлазып, жұмысқа кетеді. Зағипа енді бөрікке ақша жинады. Күйеуінен жасырып, тамақтан қымқырып, кино театрға жоламай жүріп, ақыры бөріктің құнына жеткізді ау. Енді магазинге түсуін күтіп табанынан таусылды. Ол құрғырдың түсетін түрі жоқ. Сатушылардың аузынан шығатын сөз белгілі. Көп болды түспегелі. Жоқ арада болмайтын шығар, болса да баздан кетер. Базға мұны кім жібереді? Уайымға уайым. Зағипа түн баласы ұйқыдан қалды. Бір күні күтпеген жерден, бар қызықтың өстіп күтпеген жерден басталатын әдет қой. Бұлардың бөлмесіне бухгалтерияда істейтін бір әйелдің таң атпай андатыр бөрік ұстап кірмесі бар ма? Бөрікті көргенде Зағипаның безгек дегендей қалшылдады. Әлгі әйел Зағипаның арбалған бақадай бөріктен көзіне ала алмай тұрғанын көріп, сіңілім сатып алған екен. Басына симаған соң сатқалы отыр, бірақ қымбаттау, 250 сом, деді, қолындағысын столдың үстіне қойып. Зағипа бас салды. Ақшасы да қабырғасына батып барады. Қап, енді қайтты. Удай екен. Кенет, ойпырмай, қандай жарасады, деп өзіне таң тамаша боп қараған әлгі әйелдің сөзінен есін жиғанда барып бөріктің өз басында тұрғанын сезді. Жүгіріп айнаға барды. Шынында да ғажап екен. Өзін әрең таныды. Зағипа, саған сұмдық жарасады. Қарыз қалсаң да ал осыны. Қайда қалмай жатқан ақша, деді әлгі әйел. Зағипа тәуекелге басты. Қарызданып бөрікті сатып алды. Ғажап. Таң қалмаған, мақтамаған адам жоқ. Үйіне келгенде күйеуі де керемет қуанды. Бүкіл түнді айна алдында өткізген шығар. Хош, бөрік мәселесі шешілді. Енді оның ар жағында тағы бір бәлесі бар екен. Қалада бөрік алып қашушылар көп дейді. Жаныңнан зу етіп, бөркіңді ала-мала лесе көзден хайп болады екен. Осыны ойлағанда Зағипаның жүрегі атқақтап, тынысы тарылғандай болды. Ақыры ойлап-ойлап бөрікке тамағынан өткізетін бау тақты. Мықты қылып тақты. Бөріктен айырылғанша басын бірге кетсін дейтін секілді. Далада жүргенде көшенің бар халқы осының жалғыз бөркін аңдып отырғандай. Әркімге бір үрейлене қарап, жақындағанның бәрін ұры көріп, айғайлайын десе үні шықпай, талай рет жүрегі тоқтап қала жаздады. Қайта-қайта көзі тартып, беті жыбырлайтынды шығарды. Бір күні бар бәле осылай бір күні басталады. Профсоюз жиналысынан кеш шығып, зәреден зәре қалмай, қайта-қайта Құдайға сүйінумен қараңғы көшені бойлап деректеп келе жатқан. Кенет қайдан пайда болғаны белгісіз жалаңдаған екі жігіт артынан жүгіріп жетіп бас салмасы бар ма? Жармасқан жері андатыр бөрік. Зағипа өлдім деп ойлады. Құлындаған даусы шығып шыңғырып еді, оны өзі естіген жоқ. Апыр-топыр, басындағы бөріктің бауы тамағына ілігіп буындырып барады. Соған қарамай әлгілер бөркін жұлып алған секілді. Тағы да шыңғырды. Өз даусы өзіне алыстан талып естіледі. Кейде шыңғырғаны милиционердің ысқырығы секілді естіледі. Тағы да алыс-жұлыс. Тайғанақ жерде бәрі де опыр-топыр құлады. Зағипа жерге түскен бөркіне жабысқан секілді. Тағы да шыңғырды. Өз даусы өзіне алыстан талып естіледі. Кейде шыңғырғаны милиционердің ысқырығы секілді естіледі. Тағы да алыс-жұлыс. Тайғанақ жерде бәрі де опыр-топыр құлады. Зағипа жерге түскен бөркіне жабысатын секілді. Аналар үлгіртпей қағып әкетеді. Енді өзін өлтіргісі келетіндей. Бәлкім пальтосында шешіп алар. Зағипа есін бір жиғанда өзінің ебіл-себіл қашып келе жатқанын көрді.
Өкініш пен қайғыдан көзінің жасы ыршып кетті. Осынша еңбекпен қолға түскен бөріктен ақыры осылай айырылды. Әттеген-ай. Күйініш пен ашудан қыстыққан Зағипаның өшін алатын жалғыз адамы күйеуі. Үйге жетіп есікті текпілей ашқан ол күйеуін көргенде мысық көрген иттей бас салды. Сен отырсың осында шалқайып, мені көшеде жүліктер тонап өлтіріп жатқанда. Бүйткенше өлгенім артық. Зағипа дауыс қылып аңырап қоя берді. Есі шыққан күйеуі бұған аңырап қарап, үн-түнсіз сілейіп тұр. Тілі байланып қалған секілді. Ойбай, нағып тұрсың, дейді Зағипа еңіреген күйі. Күйеуі бірдеңе деп ымдайтын секілді, қолына қарайтын секілді. Зағипа күйеуінің көзінің ізімен өзінің қолына қарап, қолында тұрған анда тұр құлақшынды көріп, не болғанын түсінбей аң-таң болып тұр. Есін жиып, не болғанын түсінді. Әлгінде бәрі жапырлап құлағанда бір бас киім жерге түскен еді. Сол әлгілердік екен ғой, мұның қолына іліккен. Бұған да рахмет. Кенет күйеуінің әлі де аңқиып, мұның төбесіне қарап тұрғанын көріп, басына қол жүгірткенде, басында тұрған өзінің аңдатыр бөркін байқап, Зағипа мелшиде де қалды. Кімді тонады өзі? Деді күйеуі, әрең дегенде тілге келіп. Әңгіменің соңы.